Енді қыздар, мынау иығы, алдыңғы детальдің иығы мен артқы детальдің иығын қосып аламыз. Түйрегіштермен осылай түйре басаңыздар болады. Біз 2 сантиметр тігіске бергенбіз. Сондықтан біріншіден менің тігіп жатқан операцияларынан байқаңыздар. Бірінші мен иықты қосып жатырмын. Вот. Иығын қосып алдық. Бұл өзі негізінде сетнемейтін мата. Оверлок жасасаңыздар да болады. Бұл жерінде кішкене пропуск болып. Ине қандай болу керек, қыздар? Ине арнайы трикотаж тігетін ине болады, немесе джек машинкалардың прям айтасыздар да барған кезде. Джек машинканың инесін беріңіздер. Бытовой машинкаға ол тура келеді и тігіп береді. Түсінікті ғой да? Мен қазір сол джек машинканың инесін қойып алам. Мына жағын жақсы тігіп берді. Мына жерде кішкене пропуск. Сол пропуск жағын тігіп алайын. Мен де қазір джек машинаның инесін ауыстырып аламын. Сол кезде пропуск болмайды. Вот. Новичок болып жатқан болсаңыздар, не істеп жатқанын білмей тұрсаңыздар, курсымызға тіркеліңіздер. Курсымызда толықтай құпияларын бәрін біліп, нағыз тігінші, миллионер тігінші болып шығасыздар, Құдай қаласа. Вот. Оверлок жасасаңыздар да болады, себебі жасамасаңыздар да болады, себебі бұл сетнемейтін мата. Бірақ мен все-таки егеге тігіп атқаннан кейін, клиентке тігіп отырғаннан кейін, мен оверлок жасап алам, себебі әдемі болып шығады. Бірақ оверлок істемесеңіздер де болады. Оверлок жоқ қыздар болса, онда зигзаг операциясы бар. Мына С операция зигзаг. С-ға ауыстырып аласыздар, қадамын кішкене кішірейтесіздер и прям шетін, прям вот так вот шетін зигзаг етіп бүйтіп кете бересіздер. Вот. Бірақ бұл велюрға, именно бұл велюрға гобелен тіксеңіздер, гобелен өте сетнейтін мата, көрдіңіздер ма, жіптері шығып тұр. Оған міндетті түрде оверлок немесе зигзаг керек та. Мынандай велюрға аса міндетті емес, не обязательно. Себебі бұл мата жіптері шашылмайды. Вот. Осылай кәдімгі зигзагпен тіге бересіздер, тоже өте андай аккуратно, әдемі шығатшы. Вот. Дублериным, оверлогым жоқ деп өздеріңізді шеттетпеңіздер. Алдын ала оверлоктап қойсаңыздар да болады. Алдын ала оверлоктап қойсаңыздар. Осындай аккуратно, әдемі оверлок болып, жіпті таңдағанда прям матаның үстіне қойып тұрып таңдайсыздар, сол кезде идеальны болып шығады. Так, иығын біріктіріп алдық. Осы жерден үтіктеп алсаңыздар болады, осы бастан. Енді мынау алды. Мына жерде естеңіздер ме, тіл бағанымыз ол алдыңғы жағы. Мына алдыңғы деталь,
мынау арқасы, иә. Енді мынау ортасы центр деп айтқаным. Мына иықтың тігісіне әкелеміз да, осы жерден түйреп аламыз. Кейіннен жаймен посадка жасамаймыз. Спущенный рукавтарда посадка жасалынбайды. Посадка жасамаймыз, қалай жатыр осылай тігіп кете береміз. Головкада посадка жасалынбайды. Вот, қалай жатыр осылай тігіп кете береміз бұлай. Ал мына жерде, егерде кішкене жең артық болатса, мына жерде кішкене бұлай 5 миллиметр ғой, осы жерден посадка жасап жіберсеңіздер болады. Вот, осылай түйреп аламыз да и тігіп шығамыз. Мен мына жақты бәрін оверлоктап алдым, енді жеңді де оверлоктап алайын. Одан кейін полный осы жерде машинкамен тігіп и оверлоктап шығамын. Вот осылай түйреп алдық. Арғы бетінде дәл өстіп түйреп аласыздар и машинкаға уже тігуге кірісеміз. Енді айттым, я, оверлок істесеңіздер де болады, істемесеңіздер де болады. Мына жерде объем болмас үшін бүйтіп бұрыштарын алып тастаймыз. Вот сол кезде объем болмайды да. Мен өзім ашып үтіктеймін деп жатырмын. Кәдімгіде бір сүлгі аламыз, немесе шашық дейді, шашықты бүктеп, ескі бір шашықты бүктеп, или мата бүктеп, астына қойып, үтіктейтін жерге былай қойып, ашып үтіктесеңіздер болады. Себебі бұда головка, мынандай головка болғанымен, вот көрдіңіздер ме? Осындай головка болғанымен, мына жерде ешқандай посадка болмайды. Сондықтан ашып үтіктесеңіздер, бұл кәдімгі тігіс болып шығады да, и аккуратно болады. А егерде тігісті жоғары қарай немесе төменге қарай қоятын болсаңыздар, мына жағы томпиып қалады. Сондықтан ашып үтіктеген жақсы. Мен қазір осы жерді оверлоктап аламын да и ашып үтіктеймін. Одан кейін уже біз екі жанын біріктіре берсек болады. Ал қыздар, иығын, мына қолтық жағын полный үтіктеп шықтым. Менде былай болды. Королевский велюр үтіктегенге капризный емес, ең бастысы оң бетінен үтіктемесеңіздер болды, и қатты үтікпен батырмасаңыздар болды, жылтырамайды. Енді мына қолтық жағын, мына қолтықтың тігісін осы жерден түйреп аламыз, сразу екі түйрегішпен. Мына қараңыздар, мынаны тартпаймыз бері қарай. Қалай жатыр, осылай жатқызып тігеміз. Әйтпесе тартылып қалады. Жеңді түйреп шығамыз, біріктіріп. Енді мына жағын естеріңізде болса, белдің сызығы, осы жерлерді белгілеп алған едік қой. Белін, бөксесін, бөксе жағын. Оверлокта неғып кетті. Көрінбей қалды, әйтпесе мына бөксесі. И етек жағын. Етек жағын велюрды көбінесе мына қараңыздар. Қалай жатыр, мына қалай салбырап тұр, осылай түйрегеніңіз дұрыс болады. Жатқызып емес. Вот.
бұл сол кезде тігісі әдемі жатады. Мына жерден егерде кішкене артық шығып атса, бұған мән бермейміз. Бұл өзі сондай құпиясы. Кейін основка жасаймыз. Основка деген ол етегін кейін реттеп аламыз, е. Вот осылай енді машинкамен полный жүргізіп шығамыз. Арғы бетінде дәл солай түйреп шығасыздар да. Тігіске біз 2 сантиметр бердік. Демек, поворот осы жерден. Кейінен тігісті ашып түтеп шығамыз. Бұны жеткізуге тырыспаңыздар. Үлкен қате болады. Сол кезде тігісіңіз жақсы жатпай қалады. Ойланатын шығарсыздар, бірдей пішкен едік қой, неге бұндай болып жатыр деп, бұл өзі матаның осылай жатысы сондай болады, өзі матаның құпиялары сондай өзі. Болды, арғы бетін тігеміз, үтіктейміз. Енді мен не істедім? Мынау вставкаға жағасына мен дублерин жабыстырып алдым. Дублерин деген ол клеевой мата, арнайы. Ине жіп сататын жерге барсаңыздар, бір беті дублерин деп сұрасаңыздар, дублерин береді сіздерге. Ақ түсі болады, қара түсі, түстері көп болады. И теріс бетіне клей жағын, мына ағарып тұр ғой да, мына жерде байқасаңыздар, ағарып тұр ғой, вот сол жағын үтіктеп аламыз. Дублеринді біз бұны көлденесінен пішкеннен кейін, бұны біз тігінен пішеміз. Яғни мата ұзына бойы біз сізге қырқып береді ғой, сатушы. Вот сол ұзына бойы бүйтіп қырқып шығамыз. Сол кезде ол тегіс жататын болады, и тартылмайтын болады. Мен дублерин жабыстырып шықтым, себебі тезірақ болайық деп. И үтіктеп, сразу екі бүктедім, бағанағы жерден көрдіңіз ме? Осы жерден екі бүктедім. И екі детальды сүйретін, орнаментін келтіріп, мен үтіктеп шықтым. Мұны көрдіңіз ме? Сүйреті, орнаменті тура келді. Вот сондайларға қатты мән береміз. Вот үтіктеп дайындап қойдым. Манжетінде дәл солай істедім. Дублерин жабыстырып, мына қайырлатын жерінде қайырып дайындап қойдым. Енді артығын, мен дублериннің артығын қиып тастаймын. Бәріне бірдей сантиметрмен өлшеп қиып тастаймын да. И уже манжетті ішінен тігіп алдым. Тігіп, үтіктеп ашып, полный заготовка жасап дайындап қойдым. Сонда менде жағада, и манжетті менде дайын тұр. Вот, енді біз не істейміз? Қазір, так, үтіктедікті бөлек, мен қазір сіздерге оны көрсетіп отырмайын, мені қараңыздар. Так, бір бетін оверлоктап шықтым, и бір бетін ғана тігетін боламыз. Мұна ортасына келіп, мұна арқасының тілбаған ортасына, центрына. Вот. Кішкене мына мойын жақтан кішкене посадка береміз. Вот. Былай қолмен сезілуге болады. Или былай әкелесіздер, да? Былай.
қалай жатыр, вот солай жата берсін иығы. Естіңіздер ма? Тартпаңыздар. Мына тігісті бері қарай тартып, әуре болмаңыздар. И мына жерін салбыраңқы түрінде осылай түйреміз. Себебі тартып кетпеу керек, жиналқамау керек. Қалай тұр, солай түйреп аламыз. Қалай тұр, солай түйреп аламыз. Посадка онда еш нәрсе болмайды. Одан да мықты құпияларды мен өзім курсымда үйретем. Осы жерден түйреп шықтық, полный. Арғы бетінде дәл солай түйреп шығасыздар. Енді мына жерге келгенде метрді әпер жібере салың да. Енді қараңыздар, біз мына жерде 4 сантиметр тігіске бердік. Естеріңізде болса, 4 сантиметр тігіске бердік. Осылай қайырып тігетін боламыз. Шапандарда қалыңдау қайырылады. Осылай қайырылады. Осылай қайыратын боламыз. Бұны машинкамен тікпейміз. Оверлок жасап алғаннан кейін қолмен көрінбейтін тігіспен тігеміз. Ал енді осы жерде, мұны қараңыздар. Мұна белгі, мұна белгі. Прям осы белгіні рассечка берсек болады, осы белгі. Бұлай, мұны. Яғни, линейкамен сызып, осы жерді сызып аламыз да тігіске береміз лапканың бойына. Артығын қиып тастаймыз. Енді машинкамен ең біріншіден осы жерді тігіп аламыз. Ең біріншіден. Сол кезде бізде таза болып шығады. И мынау. Мына жерді бүйтіп қалыңдықты алып тастаймыз да. И үтіктеген кезде мынаны ашып үтіктейміз. Оң қаратамыз. И сол кезде әдемі болады. Үтіктеген кезде осылай теп-текіс үтіктейміз. Инемен шығарып аламыз мына бұрышты. Сол кезде әдемі бұрыш болып шығады. И полный осы жерге дейін бұлай тігіп шығамыз. Екеуін бірге тікпейміз. Байқадыңыздар ма? Екеуін бірге тікпейміз, а именно екі бөлек тігеміз. Мен кіргіздім. Тура мынау рассечка, мына тігістен келу керек. Хотя бы түйреп алыңыздар онда. Себебі мата жылжып кетеді. Енді осы жерден бастап тігеміз. И осылай тік кете береміз. Негізінде велюр астында тұрған жақсы. Мынандай сборка болмау керек. Сборка болмау керек. Біз мына жерде мойын жақтан бастаймыз. Егер сборка болып атса, сборка істемейсіздер. Или біріншіден қолмен тігіп алыңыздар да.
Кейін көріңіздер. Қалай жатыр. Сборка болып тұрған жоқ па? Тегіс жатыр ма? Қыздар, полный тігіп шықтым мен. Я жағаны, мына планканы тігіп шықтым алдына. Енді мына жер осылай болып тұр ғой да. Мына жерді де түйредім. Енді мына тігісті ашып, былай істейсіздер. Утюгқа барасыздар да. Осы қалай жатыр, былай үтіктеп шығамыз басып пармен. Пар жоқ болса, марля қойып үтіктеп алыңыздар. Ұзына бойы үтіктеп шығу керек. Міндетті түрде. Кейіннен мына тігісті ашып, полный түйреп шығамыз. Түйреп шығамыз да. Сонда тіккен кезде, тігіс берген кезде, мынау не болмайды да. Қатты мына жерде слой болмайды. Кейіннен біз мына жақта екі тігістің ортасынан тігеміз да. Сол кезде тігісіміз көрінбейді, бірақ мына жерде уже полный тігіліп шыққан болады. Полный до конца айландырып, осылай тігісті ашып, түйреп шығыңыздар. Немесе қол инемен тігіп шықсаңыздар болады. Сол кезде ұстап тұрады бұл. Ұстап тұрады. Арасында бір примерка жасап, киіп көріңіздер. Енді жеңді мен кигізіп көрдім. Берген 10 сантиметр қиып алдым. Өлшедім да. Осынша артық екен. Осынша артық екен. Сондықтан қиып тастадым. Енді манжетті қойдым. Манжетті қараңыздар. Бір беті оверлок қой. Бір беті оверлок емес. Сол оверлок емес бетті ішінен қоямыз. Тігісін бұлай қойып аламыз. Енді түйрегішпен түйреп шығамыз, айландыра. Кейіннен мына жағын алып тастадым да мен. Бұл өзі бұлай алынады. Сол кезде тігуге оңай болады сізге. Вот. Инені алып тастаймыз. Осылай манжеттен кішкене тартып тігіп аламыз. Осылай болып шығады. Кейінен бұның да тігісін ашып тұрып, немесе мынаны ішке кіргізіп тіксеңіз болады, немесе тігісті ашып тұрып, бұлай түйресеңіз болады, сол кезде слой болмайды. Аса андай қалың болып кетпейді, себебі мына велюрдің өзі дублеринмен. Осылай түйреп шығамыз да.
Енді оң қаратсақ болады. Оң қаратып, бұлай кигізіп, екі тігістің ортасына дегені осы да. Екі тігістің ортасына үстіп тігіп шығамыз. Мына жерден ине кедергі болып жатса, инені шешіп алып отырамыз. И айландыра, мына жерде осындай специально осыған арналған бұл. Ішінен бүйтіп реттеп отырсаңыздар да болады. Қыздар, мына жағасында, мынау алдындағы вставкасында дәл осылай манжет қалай тіккен болсақ, дәл осылай ашып тігісті, мына екі тігістің ортасынан мына жерден тігісті жүргізетін боламыз. Сол кезде мына жақтан тігіс жоқ сияқты, ал мына жақтан бірақ тігіс болып тұрады. Мынау велюр астында қап кетеді. Сол кезде слой болмайды да, мына жер гладкий әдемі болып тұрады. Мына жерде осындай үшбұрыш болып тұрады. Инемен ұшын шығарып аламыз и әдемілеп үтіктейміз. Енді бізде манжет бітті, шапанымыз почти полный бітті бізде. Только үтікке баратын жолдар ғана қалып тұр. Енді мына жерде 4 сантиметр қалдырдық, Вот енді осы жерді мен полный түйреп шықтым, қадап, оверлоктап алдым. Сіздерде оверлоктап түйреп алыңыздар, немесе қол инемен тігіп шығыңыздар. Енді біз көрінбейтін тігіспен потайной шов деп айтады. Көрінбейтін тігіспен біз тігіп шығамыз. Мына ішінде қап кетеді түйіні. Қараңыздар, бұлай кішкене қайырып тұрып. Мынадан бір жібін ғана аламыз. Жібін үзіліп кетті. Мынадан бір жібін ғана аламыз. И мынадан алып. Осылай X қылып, бүйтіп, ілесіздер. Жай бір жібінен мына жақтан тігіс көрінбеу керек. Мына жақтан да көрінбеу керек. Сондықтан асықпай, осындай көрінбейтін тігіспен тігіп шығамыз. Асықпай тігіп шығамыз, одан кейін полный шапанды үтіктейміз.